Қайырлы күн баршаңызға. Мерекелік дастарханға ерекше сән беретін, дәмі өте керемет үлпілдек самса дайындап үйренеміз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 500 грамм ұн, 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қопсытқыш салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң 150 грамм бөлме температурасындағы сары майды салып, қолымызбен елейміз. Осындай бір келкі болу қажет. Ортасын сәл ашып, 200 грамм қаймақ, яғни сметанамызды саламыз. Және бір жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап араластырып, қамыр елейміз. Жақсылап иін қандырып илеп, бетін жауып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке жарты немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. 250 грамм сиыр етін ұсақтап турап, оған 2 картопты ұсақтап турап қосамыз және 2 кішірек пиязымызды ұсақтап турап саламыз. Кішкене қара бұрыш, кориандр және ұсақталған зира қосамыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Және 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Тоңазытқыштан нанымызды алып, осылай 2-ге бөліп, ыңғайлығы осылай кесіп аламыз. Нанымызды кішірек қып көшелеп, дөңгелектеп аламыз. Осы ингредиенттардан 12 самса шығады. Мен сіздерге жартысын ғана көрсетіп жатырмын. Нанымызды жұқалап жаямыз. Шетін осылай шанышқымен басып шығамыз. Қалған нанымыздың бетін жауып қою қажет, әйтпесе құрғап кеуіп кетеді. Осылай шанышқымен басып шыққан соң пышақпен шетін осылай тіліп шығамыз. Ұштарын осылай біріктіріп қысып шығамыз. Аударып, шанышқымен басқан бетінің астына қаратамыз. Шетіне салмамызды салып шығамыз. Сіздер самсаға картоп қосқанды қаламасаңыздар, еттеріңізді 2 есе көбірек қосыңыздар. Осылай видеодағыдай айналдырып рулет қып ораймыз. 2 шетін айландырып бір-біріне жабыстырамыз. Самсамыз дайын. Тағы да біреуін көрсетейін. Шанышқымен осылай басып, пышақпен тіліп шығамыз. Ұштарын осылай біріктіріп шығамыз. Аударамыз. Шетіне салмамызды саламыз. Қайтарып қысып шығамыз. Етіміздің суы ағып кетпес үшін. Рулет қып орап, қайтарып жабыстырамыз. Өте оңай. Бір рет жасасаңыздар, тез үйреніп аласыздар. Қалғандарында дәл солай түйеміз. Противенға пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды салып, бір жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Бәрін жағып алған соң, бетіне кунжуттан сеуіп шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға немесе фантазияларыңызға қарай әдемілеп себе берсеңіздер болады. Тек қара немесе тек ақтан ғана сепсеңіздер де болады. Мен осылай себуді жөн көрдім, өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем, өте әдемі жұмсақ самса. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі самсалардың рецептері бар. Жіберіп алмас үшін тіркеліп және қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда алдағы рецептерді де көріп отырасыздар.